Мынау Атырау Орал трассасы. Бұл жақта да су басып жатыр. Мынау бергі бет, арғы бет Индер жақта да, ол жақта да 17-ші ауылдың да тұсын бүгін кеште жабады деген. Бүгін біздер чайхана бар, Ситек деген, соған барайын деп шыққам осылай күндіз кешке қарай. Мен өте алмай қайтып келдім. Уже түн болды. Түннің ішінде де осылай жолды тағы да жарып кеткен. Барынша жұмыс жасап жатыр. Еріктілер бар. Енді судың қарқыны қатты болғандықтан бұл жерге тағы да бөгет салуға, я болмаса көліктерге жолды жалғауға мүмкін емес деп жатыр. Алла сақтасын, жан жақтың бәрін су басып кетті. Біз ортада островта қалдық. Ауылды қоршап жалпы бөгет салып қойған болатын. Бөгетпен қоршап, соның арқасында біздер аман отырмыз. Мынау далалықтағы сулар. Бүткіл Орал трассы, аржақ Индер трассы, Индер Атырау, Орал Атырау, жан жақтың жолдың бәрі жабылып қалды. Енді Алла сақтасын. Судың қарқыны дейтін өте күшті әрі қорқынышты. Білмедім енді қалай болатын арғы қарай. Мынау енді жағдай күннен күнге қиындап бара жатыр. Баршаңыздан дұға етулеріңізді сұраймын. Алла баршамызға, елімізге, жерімізге Алла жар болсын. Осылай қайықпен де, катермен де адамдар жұмыс жасап жүр.